Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі біздің тақырып қарама-қарсы бағыттағы қозғалысқа берілген есептер. Бірінші есепте қайсысы ескірген мамандық жауабы 300 болу керек, және қайсысы басқаруға қатысы жоқ мамандық жауабы 500 болу керек. Алдымен біз бірінші 270 мыңды бөлеміз 9-ға тең болады 30 мың. Одан кейін екіншісі 270 мыңды бөлеміз 90-ға тең болады 3 мың. Келесі 270 мыңды бөлеміз 900-ге тең болады 300. Және бірінші барлығын бөліп аламыз. Сосын 810 мыңды бөлеміз 9-ға тең болады 90. 81 миллионды 81 миллионды бөлеміз 90 мыңға тең болады 900. 90 мыңға бөлсек тең болады 900. Енді 70 мыңды 15-ге бөлеміз. 70 мың бөлу 15 тең болады 5 мың. Және келесі 75 мыңды енді бөлеміз 150-ге. Тең болады 500-ге тең болады. 150-ге бөлсек 75 мыңды бөлеміз 150-ге тең болады 500. Және 7500-ді бөлеміз 150-ға. 7500-ді бөлеміз 150-ге тең болады 50. Ең соңғысы 810 мыңды бөлеміз 9 мыңға. 9 мыңға бөлеміз тең болады 90. Және бұның ішінде ең ескірген мамандық 300-ге тең. Бұл бізде жауабы ескірген мамандық 300-ге тең ат айдаушы, және ең басқаруға қатысы жоқ мамандық жол серік. Келесі есеп. Екінші есепте сызбаға байланысты есеп құрастырамыз. Алдымен бірінші жылдамдық 40-қа тең болғандықтан, екінші жылдамдық 60-қа тең болғандықтан екеуін қосамыз. Бізде 100 км/сағат болады. Және оны уақытты табу үшін жолымызды жылдамдыққа бөлеміз. 400-ді бөлеміз 100-ге. 400-ді 100-ге бөлеміз, сол кезде тең болады. Кешірерсіздер, 400-ді 100-ге бөлсек тең болады 4 сағат. Демек, екіншісінің жауабы 4 сағат. Келесі үшінші есеп. Үшінші есепте дәл сондай. Алияның жылдамдығы 12, Армандікі 14, 2 сағаттан кездесті арақашықтығын табу керек. Алдымен S-ті табу үшін жылдамдықпен уақытты көбейтеміз. 12-ні көбейтеміз 2-ге 24 километр болады. Және S2 Армандікін табу үшін 14-ті көбейтеміз 2-ге 28 километр болады. Барлық арақашықтықты табу үшін екі жолдың ұзындықтарын қосамыз. Сонда 24 қосылған 28 тең болады 52. Жауабы бізде 52. Келесі төртінші есебімізде дәл сондай есеп. Біріншісінің жылдамдығы 25 км/сағат, екіншісінің жылдамдығы 30 км/сағат, және бізге жүрілген жолды табу керек, уақыт белгілі 3 сағат. Жүрілген жолды табу үшін жылдамдық пен уақытты көбейтеміз. S тең VT деген формуланы пайдаланамыз. Біріншісінің жолын табу үшін 25-ті көбейтеміз 3-ке 75 болады. 25-ті 3-ке көбейтеміз 75 болады. Және екіншісінің жолын табу үшін 30-ды көбейтеміз 3-ке тең болады. V2 көбейтілген Т деп жазамыз. 30-ды 3-ке көбейтеміз, сонда бізде 90. Ал барлық жолды табу үшін 90-ға осы 75-ті қосамыз. S1 мен S2-ні қосамыз, 165 жауабы болады екен. Келесі. Осыдан кейін бізде 8-ші есеп. 8-ші есепте суретке қарап есеп құрастыруымыз керек. Т уақыты белгілі, В жылдамдығы белгілі, екінші пойыздың жылдамдығы белгілі. Бізге осыда жүрілген жолды табуымыз керек. Жүрілген жолды табу үшін жаңа айтып кеткендей S тең VT, яғни жылдамдығын уақытқа көбейту деген формуланы пайдаланамыз.
деген формуланы пайдаланамыз. Так, біріншісінің жылдамдығы 60, екіншісінің жылдамдығы 80. Енді келесі S-ті табу үшін S1 тең V көбейтілген T тең болады 60 көбейту 2. Сонда бізде 120-ға тең. Келесі S2-ні табу V2 тең T сонда 80 көбейту 2 тең болады 160. S1 мен S2-ні қосамыз, 120 қосылған 160. Сонда бізде жауабы шығады екен. 280. Келесі бізде есеп. 6-шы есеп амалдарды орындалу реттілігін анықта және есепте. Бірінші бізде жақша орындалады, оны білеміз, е? Жақша орындалады 11242-ден азайтамын 7006. Сонда бізде азайтатын болсақ, тең болады 4236. Ал екіншісі біз 4236-ны бөлуіміз керек 6-ға. 7236-ны бөлуіміз керек 6-ға. 6-ға бөлетін болсақ, 42-нің ішінде 42-нің ішінде 7 рет және 36 қалады. 0 тіркейміз. Өткені жоғардан 2 сан алдық. Сонда 6-тан келеді. 36-ны азайтсақ 0 болады. Жауабы 706. Енді үшінші амал бізде 435-36-ны бөлеміз 6-ға. 43-тің ішінде 6 7 рет кездеседі. 42 болады. Және азайтсақ 15. 15-тің ішінде 2 рет 12 болады. Азайтсақ 30 қалады. 30-тің ішінде 5 рет және бірден жауабын жазып кетейін. 72506. Енді оған жаңағы бірінші шыққан 706-ны қосуымыз керек. Сонда бізде жауабы тең болады. 73212-ге тең болады екен жауабы. Келесі бізде астында екінші есеп. Екінші есепте бірінші жақшаны орындаймыз. 18370 қосылған 23679. Екеуін қосатын болсақ, 18370-ге қосамыз 23679-ды тең болады. Бірден жауабын жазып кете қойын. 42049. Енді осы шыққан санды 7-ге бөлеміз. 42049-ды 7-ге бөлетін болсақ, 6607-ден келеді жауабы. Енді осы 607-ні 607-ні енді көбейтемін 40-қа. Сонда бізде жауабы тең болады 24280. Осы 24280-ді 256900-ге қосамын. 256900 қосамын 24280. Сонда бізде жауабы тең болады. Бірден жаза кетейін. 281180-ге тең болады жауабы. Так, енді бізде жауабы шықты.